сұқ саусағына ине тығып алды. Ашу лықсып, буырқанып, лап етіп шекесін қысты. Шалдың ары бұрылып кетіп бара жатқандағы қалпы көз алдына келді бірден. Қушиған жауырны еңкіш тұрпаты. Қарсы беттен мол құйылған жарық оның басын орап жұтып, мұның көзін қарықтырған. Қабырғасы ыржыңдап, тозып, ағылпа қабыршықтар түгелденген, арқа терісі босай түскен болар деп ойлаған бұл. Әлгінде ғой, бұған жейдесін әкеліп берген. Жапсырма қалтасында саусақ сиятындай тесік пайда болған екен. Соны тікпекші болыпты. Көзілдірігін таба алмай, бұған сүйреп келген екен. Бұл қайбір тігінші. Сұқ саусағына ине пісіп алып, соны сығымдай ұстап сазарып отыр енді. Инені өзі отырған төсегіне тастай салған. Қара жібінің құйрығы иіріліп жатыр, жыланданып, күтіп. Инемен адам өлтіруге бола екен деп ойлады бұл. Лап етіп, көтерілген ұшпа ашумен қабаттаса келген ой. Келіншек қара құйрығы иірілеңдеп жылтырап жатқан инені шымшып алды да сол қолының сұқ саусағына ілді. Сөйтті де саусағын айналдыра қысып, инені орап тастады. Бас бармағымен жіптің ішін буындатып, буылықтатты да тырыстырған саусағының буырына жапсырып қыса қойды. Ақырын орнынан тұрды. Жан-жағына қарап, сипақтап ас тұрды да ауызғы бөлмеге беттеді. Сұқ саусағы жансызданып, суып бара жатқандай. Шал алаңсыз ас үйдің кранының алдында теріс қарап тұр екен. Қолын жуып жатыр, бипаздап. Келіншек оның қолын қол жуғышқа емес, ас үйдің кранының астына жуатынын бұрыннан жақтырмайтын. Тіпті зығырданы қайнаушы еді. Бірақ тіс жарып, ол қылығы жөнде ләм деген жоқ. Келіншек шалды ту сыртынан құшақтады. Шал қос шынтағын керіп, қорбия қалды. Не болды? Кергуін. Келіншек кідірген жоқ. Қапелінде оң қолының шынашағымен жүрек тұсын бағамдап үлгеріп, қолындағы инесін шалдың қабырғасының арасына енгізіп жіберді де, қолын тез тартып ала қойды. Жіп саусағын сыға тартылды. Шал шошып кетті де бүктеле құлады. Ағы аз, сұйық, ұзын шашы желп етіп, шүйдесімен жалтарып үлгермеген мұның маңдайын жанап өтті. Келіншек арықша еді. Қуыршақтай қанатын, толып кетуден қатты қорқатын келіншек. Шал жатын бөлмесіне кішкене таразы алдырған. Бұл күніне бір-екі рет соның үстіне шығып түсіп кетеді. Ол заматта салмақ жинап алғанына сенбесе де сөйтеді. Әдет. Шал қалыптастырған әдет. Ол қорқынышты емес. Қорқынышысы шал таразыны бұзып қалады деп бір күні күресінге шығарып тастайды екен деген ой. Келіншек және түннен қорқады. Шал жатын бөлмеде шалқасынан түсіп, телефонын қарап жатқан. Шал және газет оқиды. Жұмысына бір рет көлденең көшеге шығып, сондағы газет киоскісінен қобыратып, бір құшақ газет сатып әкеледі. Сосын оқиды. Шал ішіп отырғанда да тағы газет оқиды. Балконның жақтауына сүйеніп тұрып та газет оқиды. Жатып та оқиды. Кейде шай үстінде шал оқып жатып, газетін төмен түсіріп, бұған бажырая қарайтын. Келіншек қорқақтай қинала күрімсірейтін сонда. Не болды? Шал кірпік қақпай бұған қадалады. Қазгидрометті жекеге ала салуым керек еді әкеңнің. Ол не? Ол атаңның басы. Жынды. Шал газетін қайыра қолына алады. Келіншектің ашуы лықсып кеп шекесін тебеді. Бірдеңе дегісі келеді, бірақ шал бетін алабажақ газетімен бүркеп алады да ондайда. Өзін әзер тежейді бұл. Тежемегенде не істей алады? Осы шал жынды. Түсінбеген соң сұрайды енді. Сұрап білмей ме Қазгидромет деген бәленің не екенін? Шал жатын бөлмеде шалқасынан түсіп, телефон қарап жатқан, айқайлап мұны шақырды. Қуыршақ, еркелеткен түрі, жақсы көрген түрі. Ау, бер кел. Бұл ұшып жетеді. Ау.
мысығыңды сау, кел мұнда. Жынды шал, сөзін қара, аяқ астынан бұзылады осылай. Шал аяғын қос төсектен салбыратып отыр екен. Аяқ ұшына 4 бұрышты кішкене таразыны тақап қойыпты. Семірдің ау. Кім? Мен бе? Енді мен емес шығармын. Шал осы сөзді айтқанда даусында ерекше мақтаныш тұрады. Оны бұл сан қайталаған. Я, шал арық болатын, денесінде қырым артық ет жоқ. Иығы қушиып кеудесі ішіне кіріп тұрады. Мойны қатпарланып, тарамыстары сыртқа керіліп, терісі қызылшақа бір реңде жүретін еді. Кейде жүн жылған тауықтай мойын елестететін. Шалдың бойын тіреп тұратын артық етің жоқтығынан ба, бұл қалай деп ойлайды сәл еңіш тартатын. Шал сәнді киінгенді жақсы көреді. Базарға жалғыз барып, қызылды жасылды түрлі киімдер алып келетін. Сосын үйдегі кісі бойы айнаның алдында әлгі киімдерін кезек-кезек киіп, ұзақ ойқастап жүретін. Сирек шашын ары-бері сілкілеп, мазасы кететін. Сол кезде келіншек сыртта бақылап отырады. Ауық-ауық мақтау сөздерінде айтып отырады. Шал еңіш бойын жазып, жаңа киіммен әрі-бері жүреді. Құж табан жаңа топылыйы, үйдің паркет еденін сыра соққылайды. Келіншек мақтайды. Шал келесі киімін кию үшін үстіндегі алқызыл кеудешесін шешкенде, келіншек оның олақтың сылағанындай салбыраған кеудесін, шалбарланған кәрі терлі қарнын көріп қалады. Шал аяқ ұшына 4 бұрышты кішкене таразыны тақап қойыпты. Тұрмында. Келіншек басқа сөзге келместен аяғындағы жеңіл тәпішкесін шешіп таразының үстіне шықты. Шал теріс қарап тұрған келіншектің бөксесінің тасасынан мойнын созып таразының жылтылдай ауысып жатқан сандарына қарады. Семіріп кетіпсің. Қалай? Солай. 55 деп тұр ғой. Шал шарт етеді. Айтпадым ба, таразы бұзылған деп, семіргенсің. Семірмегенмін. Міне, мұнда қара. Шал алдында таразының үстінде теріс қарап тұрған келіншектің етегін сәл көтеріп, қылтасынан уыстай шымшиды. Міне, мынау 2 жарылып тұрмау керек. Келіншектің даусы жыламсырай шығады. Қайсысы? 2 жарылып тұрған жоқ қой. Салмағым 55 келі. Көп пе? Шал әлде таразының үстінде аяғының астындағы жылтылдаған сипырлардан айырылғысы келмей тұрған келіншекті шынтағымен итереді. Таразы бұзылған. Келіншек кішкене 4 бұрышты таразыдан түсуге мәжбүр. Келіншек және түннен қорқады. Кеш түссе шал қара көлеңке жатын бөлмеде өзінің аяқ тұсындағы шағын кебежені ашып, ішінен әлде бір қызыл жапсырмасы бар құтыны алады. Сосын сол құтының түбінде жабысып тұратын ағаш қасығын алып, құтының ішіндегі қоймалжыңды асықпай, баптанып отырып араластырады. Араластыра бастағаннан жұтына бастайды. Сосын оны әлгі ағаш қасығымен іліп алып, асап жібереді де бұған қарайды. Бұл бір стакан жылы су ұсынуы керек сол сәтте. Бүгін келіншекке бір ой келген. Шал бұрын қуатын көбейту үшін виагра ішетін. Кейінгі кезде осы қызыл жапсырмасы бар құтыдағы қоймалжыңға құмар болды. Қатырма қағазға жапсырылған сопақша, көкшіл түсті, әлгі дәрісі ас үйдегі шкафтың жоғары қатарында ұмыт қалған. Келіншек оның бір талын қатырма қағаздың бауырынан босатып алып, кішкене тәрелкеге шай қасықпен тұтқырып отырып ұнтақтады. Сопақша дәрі бұлтылдап әрі-бері қашқанымен келіншек мұны құтқармады. Түгел үгітіп болып, сопақша сусынға арналған ыдысқа төкті. Көкшіл ұнтақ ыдыстың қабырғасын тозаңдатып, жалап барып түбіне жайыла берді. Оған аз үңіліп отырды, сосын аз көрінді. Тағы бір дәріні қағазынан босатып алды. Онда жан-жағынан жалтақтай отырып, асығыс үгітті. Шал қоймалжыңын ағаш қасықпен араластырып отырған ол кезде
Келіншек газда тұрған шәйнекті алып, әлгі ұнтақ төккен ыдысқа су құйды. Шәйнек толық суып үлгермеген екен. Ыдысты қысқан сол алақанына жылу жүгірді. Қоймалжыңын ұрттап, ұрты томпиып отырған шалға келіншек ыдысындағы сәл көкшіл ұнтақ араластырған жылы суын ұсынды. Шал кідірген жоқ, стаканын белуардан келген суды сіміріп салды. Шал сосын төсегіне шалқалақтап жатып шешіне бастайды. Жеңіл футболкасын сыпырды әуелі. Сосын жауырынын мамық төсекке тіреп, бөксесін көтеріп, спорттық шалбарын шешеді. Онымен бірге лыпасы қоса кетеді. Олардың басын ажыратып жатпастан қасындағы кебежеге лақтыра салады. Онысы сыпырылып жерге құлайды. Шалға ол ұнамайды. Лыпасы бауырында кеткен шалбарды қабырғасы ыржаңдап тұрып келеді де, қайра екі бүктеп, жайғастырып төсегіне бұрылады. Төсегіне барып сұлап түскенше, келіншектің көңілінде шалдың тозған жалаңаш тәніндегі олақтың сылақтары іркіліп тұрады. Шал қасына келіп, шалқақтай жатқан келіншекке сөз де арнамай, көңіл де аудармай аз жатты. Тұт жалаңаш. Сосын қырынан аударылып, одан төмен ысырылып, келіншектің белуарына кетті. Шалдың мұрты әуелі кіндік тұсын түрткіледі. Сосын қиялап санына барды. Тізе айналып шапқа өтті. Келіншек тістеніп жатыр. Қош жұдырығына жайманы жұмарлап қысып алды. Мұрты түрпіде еді шалдың. Шал көп темекі тартады. Темекінің түтінін ішіне сорып, сыздықтата қайра сыртқа босатқанда, тікенек мұрт талдарының арасын сыздықтатқан түтін аралап бара жатқанын бұл да көретін, мүмкін солай сезетін. Неге сүзгі болмаған, неге батпаған мұрт еді бұл, деп ойлаушы еді келіншек. Сол мұрт шыбын сызып өрлеп келеді. Өрлеп келіп, суатқа тоқтағандай кідірді. Келіншек астындағы ақжайманы тартып, жұдырығына бір орап алды. Ақжайма тартқан қолы жамбасын екі жақтап қысты. Жұдырығы батып бара жатты жамбасына. Шалдың мұрты мойнын қажап жатқан еді бұл кезде. Бұл оның демін жұтпау үшін басын қырын бұрып, көзін жұмып алды. Шалдың мұрты бірде мойнына, бірде иығына қадалады. Бір кезде самайына барып үйкелген мұрт қатты жабысты да ажырап кетті. Шал қайқая беріп, дем жетпегендей аузын мәңгірте ашты да сылқ түсті. Қимылсыз қалды шал. Келіншек үстіне иттің терісі құлағандай тыжырынып, жансыз шалдың демесін үстінен аударып тастады. Ертесі келіншек базарға шықты. Таразы сатып алмақ. Тура осындай кішірек, тек салмағын қадағалап отыратын үйдегідей. Бірақ Қытайдікін емес, сапалысын. Батыс елдерінің бірінің шығарғанын алмақ. Орыстікі де керек емес. Олар таразы шығарады мекен? Сенім жоқ. Бұл базар баяғыда құйтақандай болатын. Қазір кеңейген. Тіпті шетімен шегін бағамдап болмайды. Мына қатардың аяғына жеткен соң темір шарбаққа тірелетінсің бұрын. Қазір жол шарбақтың қаңқасы ғана бар. Ортасын сойдақтатып, шарбақ талдарын қалай болса солай қисайтып, ашып тастаған. Одан да шарбақты түгел алып тасташашы. Мына араның сиқын кетірмей деп ойлайды еріксіз. Ар жағы бір-біріне иық тірей орналасқан жапырлаған тұрғын үйлер еді. Енді олардың да арасына сауда қатары саналып базарға сіңіп кетіпті. Келіншек әйтеуір бір қатарға түсті, шамалап жүріп келеді. Ләпкедегілерге теріс қарап, әлденеге айналып тұрған сатушылар бұл жақындағанда бері айналып, жүзіне үміттене қарайды. Не іздедіңіз? Келіншек жауап бермесе, көңілі қалатындай көреді оларды. Таразы? Таразы? Сатушы жақтырмай теріс айналды. Келіншектің көңілі қалады демейді. Келесі сатушы үмітті. Не іздедіңіз? Таразы. Сатушы жақтырмай қалады. Немене? Келіншек таразы. Сатушы қолын бірақ сілтейді. Келіншекке наразы. Мұндағы бар затты іздемей таразы ме?
құлаққа кірмейтін бірдеңе іздеп жүргеніне наразы. Келіншекке ол аян. Сұраған өздері сөздерін жауапсыз қалдырғысы келмеген бұл. Болмаса, бұл олардың жүйкесіне тигеніне қысылып та келеді. Осы қатардың аяқ жағына көр жер сатылуға тиіс. Сонда болуы керек таразы. Келіншек іздеген таразысын ол жерден таппады. Ол жерде тек мұның жатын бөлмесінде тұрғандай арзан таразылар сатады екен. Көптің жол сілтеуімен базардан қиыс оқшаулау тұрған әйнек үйден тапты қымбат таразы. Бауырында белгіленген «Изи» жазуы жарқырайды. Сатушы сұңғақ бойлы құс мұрын арықша жігіт екен. Немқұрайлы орнынан тұрып, жеңіл таразының сыртындағы жылтырлаған үнсіз сыпырып тастады. Қысқалау алдырған сәл толғақты көмір қара шашын солға қарай жылмита тарап алыпты. Шашының ары қайырылғанын шекарасын ағараңдатып айқын көрсетеді. Сірә жіңішкелеп қырып қойған-ау. Келіншек ақшасын төлеп болған соң жігітке қиыла қарайды. Дұрыс жұмыс істей ме? Немене? Таразын айтам. Өлшеніп көрмейсіз бе? Көрейін. Сұңғақ бойлы, сымбатты жігіт таразыны келіншектің қолынан алып аш шұқылады да жерге қойды. Шығыңыз, айтпақшы, салмағыңыз неше? Келіншек аз мүдіріп, сенімсіз жауап берді. 50-55. Сымбатты жігіт мұның бетіне аз қарап тұрды да қабағын түйді. Қою қастарының арасынан қос сызық пайда болды. 55? Иә, келіңіз. Келіншек сындырып алмайын дегендей ақырын оң аяғын қойып сәл салмақтап тұрды да сол аяғын ептеп жиып таразыға шықты. Таразының бүйіріндегі әйнекшеде жасыл сандар сапырласа жөнделді де 55 деген санға тоқтады. Жігіттің қабағы жазылып сала берді. Иә, 55 екен. Келіншек білінер білінбес күрсінді де таразыдан түсті. Шал үйде пайда болған жаңа сапалы таразыға мүлде мән бермеді. Келіншек ескі таразыны былай ысырып, орнына жылтыраған жаңа мүсіндегі жаңа таразыны жайғастырып жатқанда да мойнын бұрып, назар тоқтатқанмен ләм деп аузын ашқан жоқ. Келіншек ескі таразыны көргісі де келген жоқ. Оны бір жаққа жоғалту керек. Үйде тұрса қай жерге тықса да көкірегінде күдік болып кілкіп тұратынын сезді. Сол себепті көзін құртқаны дұрыс, лақтырып жіберу керек. Келіншек таразыны біраздан соң қоқысқа апарып тастарым деп шешті. Көңілі әлденені қалайды. Нені екен таппады. Сол себепті шай ішем деп шешті келіншек. Таразыны көтеріп апарып, әзірге тоңазытқыштың үстіне апарып қойды. Келіншектің бойы кішкентай, өзі қуыршақтай. Таразыны басынан ақырын ғана әрең асырып көтерді. Тоңазытқыштың төбесіне іліктірді әйтеуір. Көңілі көтеріліп қалғандай ма, ыңылдап ән айтып жүріп шай жасады. Сосын шалды шақырды шайға. Шалдың орны тоңазытқыштың белуарындайды. Тоңазытқышқа ақырын тіреп отыратын, бергі бүйірінде ас үстелі қысып тұратын еді. Шал шайға келді. Үстінде футболка, бұтында жеңіл шолақ шалбар. Кейде ши бұты бүріліп, осы шолақ шалбармен сыртқа шығып келеді. Бұл шолақ шалбар шалға тіпті де жараспайтын еді. Көкшіл тартқан жіңішке тамырлар арасынан тозаңды балтыры шіркін көрінбей шалбар жарасып тұрсашы ғой. Шал олай ойламайды. Сол себепті де сирағы сидиіп, қорбиып, шолақтанбал киеді. Шал тоңазытқыштың бүйіріне арқасын сүйей отырды. Қобарлатып газетін сүйрей келген. Оны үстелдің шетіндегі алма толы шұңғылдау ыдыстың үстіне жайып қойды. Сосын ұмсынып келіншек ұсынған шәшкесін ала бергенде бағанадан үнсіз тұрған тоңазытқыш дүр сілкінді. Шәшкесін іліп отырғанда құйрығын ыңғайлай берген шал еді. Шал биік тоңазытқыштың үстінде әзер ілініп тұрған кішкене таразы тайып кеткенде бар салмағымен төмен зулап кеп шалдың төбесіне сарт ете қалған. Шалдың мойны қалқақтай еді. Иегі көкжең етті де майысып ас үстеліне соқты. Таразы аунап ары кетті. Келіншек мелшиіп отыр. Шайым суып қалдау деп ойлады сосын.
Шалдың мойны бұралып, шүйдесі бері қарап ас үстеліне жатып қалған. Ас үстеліндегі төгілген чайға қарақошқыл қан араласып, сүйкене жылжиды бірге. Шал жатын бөлмеде шалқасынан жатыр. Ұйықтап кеткен тәрізді. Кеудесі ақырын көтеріліп басылады. Бетін жаялықтай қарала газетпен жауып алған. Газеттің бүктеу тұсынан шаршыдай қашқан шашы сығалайды. Шал 5 жыл бұрын зейнетке шыққанын айта кетейік және.